Ертеде кең байтақ қазақ даласында ұлттық өнерді қастерлеген бір қазақ шаңырағында құмыра жасайтын Қадыр ата мен атасының әрбір жасаған құмыраларына қызыға қарап, атасына көмектесіп жүретін немересі өмір сүріпті. Қарағым, мына құмыраны абайлап ұста. Қолың жұмсақ, жүрегің сабырлы болсын. Қышта сені сезеді. Еңбектенген адам әрқашан нәтижеге жетеді. Бүгін үйренгенің ертеңгі үлкен өнердің бастауы. Ата, мен сіздің жолыңызды жалғастырып, өскенде құмыра өнерінің шебері боламын. Керемет құмыралар жасап, қазақ халқының дәстүрін сақтап, әр үйге қуаныш пен сұлулық сыйлаймын. Құмырам да дайын болып қалды. Атам мен әжеме көрсетсем, қуанып қалатын болды. Ата, әже, мен де құмыра жасап үйрендім. Атасы, баламыздың ынтасы күшті, талабы керемет екен. Немеремізге батаңды бер. Жарайсың балам. Өнерің өрге жүзсін, ниетің таза болсын. Жасаған ісің халқымызға қуаныш әкелсін. Балам, бұл ме атадан балаға берілетін қасиетті өнер. Өскенде сен де менің ізімді жалғап, қол өнерді дамытатын азамат боласың. Қазақ халқында әрбір істі бастар алдында үлкеннен бата алу де ізгі дәстүр. Қолөнер кетсе, атадан балаға жалғасқан халқымыздың баға жетпес рухани мұрасы.